Бүгін біз отбасымызбен Теректәуле деген жерге бардық. Теректәуледе осындай құдық бар. Құдықтың аузын ашып, бала-шағамызбен бірге суын іштік. Құдықтың ішін ашып қарағанда осындай ішінде тиындар жатты. Ішінде тиындардың жатқанын көрген соң менің балаларым әрқайсысы да осылай тиындарын салып, әрқайсысы осылай іштей тілектерін тіледі. Күннің аптап ыстығында құдықтың мұздай суын ішіп, мына бір көлеңкелі жерге шамалы келіп демалып алдық. Осы жерге бала-шағамызбен суретке түстік, видеоға түстік. Балаларыма ұнады. Осы көлеңкеде 5 минуттай демалған соң әрі қарай Теректәуленің өз басына баруды жөн көрдік. Мінекей бұл жерде біз Теректәуленің басына келдік. Балаларым менен бұрын барып сол жерге видеоға суретке түсіп жатты. Теректәуле деген осындай тасты жер. Табиғаты осындай. Теректәуленің үстіне мініп қарағанда, айналаның бәрі тегіс жап-жасыл боп осындай әдемі боп тұрды. Содан соң мына жерге кеп демалдық. Бұл жерге жұрттар қонуға да келеді. Бір қой сойып, құран оқытады. Мінекей мына жерде өздерінің тамақ дайындайтын қазан ошағы бар, жері бар. Видеоны болса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа.